Ардақтағы ағайын, ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Бүгінгі тақырыпта сіздерге неке шартын бұзған азаматтар мен азаматшалар, немесе қарапайым тілмен айтқанда енді қатаң естілуі мүмкін, ажырасқандар отбасы банк арқылы ипотека рәсімдегенде немесе баспана аларда нені ескергендері жөн, нені білулері керек. Тақырып өте күрделі, достар. Бұл деген отбасы банкінің кез келген бағдарламаларына арналады. Яғни кез келген бағдарламаларында осы неке шартын бұзған азаматтар осыны білулері керек. Дәл осы тақырыпты білмеген көптеген еліміздің азаматтары үлкен келеңсіз жағдайларға ұшырап жатыр. Дәл осы тақырыптың пайда болуына, дәл осы тақырыптың түсірілуіне сонда көптеген мысалдар себепші. Соның бір мысалын сіздерге бір оқиғасын айтып берейін. Шығыс Қазақстан жақтан менің бір оқырманым отбасы банкі арқылы нұрлы жер аясында баспаналы болды, өте қуанды, негізгі тізімге өтті, доходын көрсетті, келісімшарт жасалды. Ең соңғы қадам үйді залогқа қоятын кезде отбасы банкінің заңгерлері, юристері бұрынғы күйеуіңіздің рұқсаты керек деді. Ол қандай рұқсат деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл кісі жаңағы отбасы банк арқылы нұрлы жерден өткен азамат депозитін неке кезінде ашқан болатын. Кейін неке бұзылған. Сонымен сол депозитті қолдануға, сол депозит аясында баспана алуға өз келісімін бұрынғы күйеуі беруі керек. Әрине, көптеген азаматтар неке бұзылған кезде әртүрлі жағдаймен ажырасып жатады. Біреу тату тәтті, біреу ұрыс кезеңмен деген сияқты. Әлгі кейіпкерімнің, әлгі оқырманның күйеуі рұқсатын бермеді. Сонымен баспаналы болам деп қуанып тұрған азаматтың бір сәтте қуанышы су сепкендей басылды. Рұқсат бермеді, ана баспанадан енді отказ болу керек, бас тарту керек. Осындай бір үлкен келеңсіз жағдайға ұшырады. Дәл осы тақырыпты сіздер білсеңіздер, онда келеңсіз жағдайдың алдын алу көрсетемін қалай, онда келеңсіз жағдайға қалай ұшырамау керек, соның барлығын айтып беретін боламын. Сонымен тақырыпты соңына дейін көріңіздер. Алдымен мына мәселеге тоқталайық. Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі бар, неке заңы бар, отбасы заңына байланысты ерлі-зайыптылар неке құрған кезде некедегі олардың тапқан табыстары, дүниелері, мүлкі, жылжитын, жылжымайтын мүліктері барлығы ортақ болып саналады. Яғни басқа бір банкте депозиттері болса, ақшалары болса, барлығы ортақ дүние болып табылады. Және сол жылжитын, жылжымайтын мүліктерін ерлі-зайыптылар сатқан кезде бір-біріне рұқсатын береді. Келісімін береді сатуға немесе сатып алуға. Бұл жайында мен сіздерге бөлек арнайы видео түсіріп қойған болатынмын. YouTube каналымда бар, көріңіздер. Ерлі-зайыптылар бір-біріне қандай рұқсат береді, егер ол басқа қалада болса не істеуге болады, шет елде болса ол рұқсатты қалай алуға болады, толыққанды айтып тастаған болатын, көріңіздер. Ал бүгінгі тақырыпта неке шартын бұзғандар немесе ажырасқандар отбасы банкінен баспана аларда нені білгендері жөн, нені ескеру қажет, сол жайында болмақ. Толыққанды сіздерге қазір тоқталып түсіндіріп айтатын боламын. Отбасы банкіне келді ажырасқандар, мысалы ажырасқан кісі азаматша болуы мүмкін, міндетті түрде өзімен бірге неке шарты бұзылған жөнінде анықтама алып келеді. Орысша свидетельство о расторжении брака. Енді ары қаратай банк менеджері немесе банк кеңесшісі ол кісінің неке бұзылған мерзіміне көңіл аударады, назар аударады. Онан кейін отбасы банкіне депозиттің ашылған күніне мән береді. Міне, ең негізгі осы. Бұны сіз өзіңіз үйден алып біліп алсаңыз болады. Неке бұзылған күнді өзіңіз білесіз ғой, жазылып тұрады. Және отбасы банк қосымшасына кірсеңіз, дополнительный информацияда отбасы банк депозит қай кезде ашылған, ол да жазылып тұрады. Ары қаратай. Мысал ретінде сіздерге түсіндірейін, чтобы түсінікті болу үшін. Миша немесе Маша деген кейіпкерімізді алайық. Екеуі некеде болды, кейін ажырасты, неке бұзылды. Сонымен неке бұзылғаннан кейін Маша отбасы банкіне келіп, баспаналы болғысы келіп тұр. Өзімен бірге әрине расторжение брака алып келді. Банк менеджерін көрді, 24.11.2021 жылы некесі бұзылған. Онан кейін депозиттің мерзіміне қарады, 24.11.2020 ашылған. Яғни 2020 неке кезінде ашылған депозит. Заң бойынша неке кезіндегі депозит, ақша, мүлік ортақ болып табылады. Сондықтан отбасы банкінің менеджері бірден Машаға ескерту керек. Сіз қазір біздің банктен ипотека рәсімдейтін болсаңыз, бұрынғы Мишадан рұқсатнама керек. Сол депозит қолдануға, оның ішінде ақшасы болсын, болмасын. Неке кезінде ашылды ғой. Оның ішінде ақшаны қолдануға, сол депозит аясында баспана алуға рұқсатын нотариус арқылы беруі керек. Көрдіңіздер, да? Егер ол Миша рұқсатын беріп атса, нұр үстіне нұр, ешқандай кедергі жоқ, баспана рәсімдей бересіздер. Ал неке әртүрлі жағдаймен бұзылуы мүмкін, ұрыс керіспен, ол кісілер қарым-қатынасы үзіліп кетуі мүмкін, бір-бірін таппай қалуы мүмкін. Сондай жағдайда бұл үлкен бір
келеңсіз жағдайға ұшыратады, жаңағы менің алдында айтқан кейіпкерім сияқты. Көрдіңіздер да, міндетті түрде егер сіздің депозитіңіз отбасы банкте неке кезінде ашылған болса, бұрынғы әйеліңізден немесе күйеуіңізден нотариус арқылы рұқсаты керек. Ары қаратай дәл осындай келеңсіз жағдайға ұшырамау үшін не істеу керек, менен ескерту сіздерге. Депозит бойынша соттың шешімі. Көп азаматтар енді соттың шешімімен ажырасып жатады ғой, сол кезде сотқа ескерту керек. Бізде отбасы банкінде депозит бар. Сол депозитке жаңағы күйеуінің ешқандай қарсылығы жоқ, немесе әйелінің ешқандай қарсылығы жоқ. Ол өзі ашқан депозит, ол жердегі ақша өзінікі екенін дәлелдеп, сол соттың шешіміне соны жазғызу керек. Яғни бұрынғы күйеуінің немесе бұрынғы әйелінің жаңағы отбасы банкінде депозитінің шотын бәрін көрсетіп, олардың ешқандай қарсылығы жоқ деген болу керек. Сонда ешқандай келісімшарт керек жоқ болады. То есть рұқсаты керек жоқ болады. Бұрынғы әйелің немесе күйеуінің. Немесе ипотека рәсімдейтін кезде сіз отбасы банкіндегі депозитіңізді басқа бір жақын туысыңызға уступка жасаңыз, яғни неке кезінде ашылған болса. Басында айттым, оны қалай анықтау керек. Неке бұзылған мерзіміне қарайсыз, және отбасы банк қосымшасына кіріп, депозит ашылған мерзіміне қарайсыз. Егер сіз неке кезінде ашылған депозит болса, онда оны жақын туыстарыңызға, туысқандарыңызға уступка жасаңыз, табыстайсыз. Әкеңізге, анаңызға, бауырларыңызға. Солардың депозиті болса, солармен біріктіресіз да, қайттан өзіңізге переуступка жасап аласыз. Вот сол кезде кішкене болса да ізін жоясыз. Көрдіңіздер да? Үшінші, әрине брачный договор болса. Бұрынғы күйеуінің, әйелінің рұқсаты керек жоқ. Әрине ол брачный договор Қазақстан Республикасының неке заңының 40-41 бабы, қателеспесем, соған сәйкес жасалынады. Яғни ерлі-зайыптылар неке кезіндегі дүниелері бір-біріне жаңа ортақ болып табылмайды. Яғни әркімнің дүниесі өзінікі деген сияқты. Сондай брачный договор болса, бұрынғы күйеуі, әйелінің рұқсаты керегі жоқ. Міне осылай. Бағана мен кейіпкерім сияқты келеңсіз жағдайға ұшырамау үшін осыны ескеріңіздер. Сонымен қатар, құрметті достар, мынаны естеріңізде сақтаңыздар. Қазіргі таңда көп азаматтар соттың шешімімен ғана жүр. Неке шартын бұзған, соттың шешімімен ғана бар, қолдарында ЗАГСтың анықтамасы жоқ, свидетельство о растар және брак жоқ. Сіздер соттың шешімі қолыңызда болса, міндетті түрде мекен-жай бойынша ЗАГСке барып өтініш жазып, олардан міндетті түрде неке бұзылған деген анықтама алуларыңыз керек. Сонымен қатар баспаналы болмас бұрын нотариустың базасына тексеріп алғандарыңыз жөн. Яғни сіздің некеге бұзылғаныңыз дұрыс жазылып тұр ма, барлығы ойдағыдай ма деген сияқты. Себебі дәл осындай оқиға менің клиентімде де болған болатын. Егер сіз мені көріп тұрсаңыз, лайығыңызды аямаңыз. Бұл кісі жаңағы келісімшартқа келген кезде қолында соттың шешімі бар, неке бұзылды деген. Нотариуске келісімшартқа келген кезде нотариустың базасына ол кісі әлі де некеде деген анықтама шығып тұрды. Оны қайтадан түзету үшін 2-3 күн уақыт кетті. Міне сөйтіп өз уақыттарыңызды өздеріңіз алмаңыздар. Алдын ала тексеріп алыңыздар. Міне құрметті достар, тақырып осы өте күрделі, пайдалы тақырыптардың бірі. Барлық таныстарыңызға, достарыңызға таратыңыздар. Әрине, Қазақстан Республикасында неке бұзылмасын, наоборот, үйленгендер, жас отбасылар көп болсын, баспаналы болыңыздар. Тақырып ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.